Бірде бір мұсылман өлкелерінде медициналық университеттің алдында бір топ студенттер тұрады. Жаңағы студентке қарай бір алыстан бір қаңғыған бір машина келе жатқан барлығын көзі шалады. Сонда бәрі жан жаққа қашып үлгереді да, бір студентті машина келіп қағып кетеді. Жаңағы студент жансақтау бөліміне түседі, сөйтіп операция жасайды, бір бүйрегіне зақым келген екен, бір бүйрегін кесіп алып тастайды. Содан операциядан шыққаннан кейін жаңағының палатасына врач келіп жақындап жатыр дейді. Сен Алланың тағдырына сенесің ба деп. Сонда студент тұрып, я сенем әрине. Міне Алла тағала мені өлімнен аман алып қалды. Әрине тағдырға сенем десе, жаңағы врачтың айтқаны, жоқ, Алла тағала сені бір өлімнен емес, екі өлімнен аман алып қалды деп айтады дейді. Неге десең, мен де бұрын тағдырға сенетін едім, бұдан кейін менің тағдырға сенуім артып кетті деген екен. Сонда жаңағы студент тұрып сұрайды, не үшін бұлай айтып жатырсыз дегенде, сенің бір бүйрегіңді алып тастадық дейді. Бір бүйрегіңе қатты зақым келіпті, бірақ сол бүйрегіңнің ішін көрген кезде бір рак клеткасы тіріліп жатыр екен дейді. Қараңыз. Алла тағала Құран кәрімде айтады, Астаизу билла хуа хойрун лахум бал хуа шаррун лахум. Олар бір нәрсені жақсыға балауы мүмкін, жақсы деп санауы мүмкін, бәлкім ол нәрсе оларға жаман дейді. Қараңыз, бір адамды Құдай тағала бір жаман нәрсе беретін болса, оның астында үлкен хикмет, даналығы жасырын жатады екен. Бір өлкеде бір әулие кісі болған екен. Сол әулие кісінің аппақ керемет аты болыпты. Сонда жаңағы атына бір патшаның көзі түсіп, мына атыңды сат деген кезде, әулие кісі сатпаймын. Не үшін сатпайсың десе, бұл менің досым, досын адам сатама депті. Содан патша кетіп қалады. Сонда халық тұрып ашуланады, ей, сорлы бейбақ, сен не үшін бұл атыңды патшаға бермедің? Ертең көресің, осы атыңды патша сенің мәжбүрлеп алып кетеді, я болмаса ұрлап кетеді. Сонда жаңа әулие кісі тұрып айтқан екен, ей, тоқтаңдар, сендер үйтіп біреу туралы бөтен ой ойламаңдар. Мүмкін олай болмайтын шығар десе, ертесінен таңертең тұрып қараса, шынында аты жоқ дейді. Сонда халық жиылып келіп, ей, саған кеше айттық қой, сен патшаға атыңды сатпадың, енді патшаның жендеттері сенің атыңды ұрлап алып кетті деген екен. Сонда әулие тұрып, тоқтаңдар, сендер біреу туралы жаман ойда болмаңдар. Бар болғаны менің атым жоғалып кетті, бұл атымның жоғалуы хайырлы ма, хайырсыз ба, оны бір Алла біледі депті. Сонда таңертең тұрып қараса, есігінің алдында өзінің аты 12 жылқыны ертіп алып келген екен. Содан бір күн бұрын үркіп кеткен, тауда жүрген жабай жылқыларды есігінің алдына ертіп алып келіпті. Сонда халық жиылып келіп айтқан екен, я кеше сіз бұл атымның жоғалуы хайырлы ма, хайырсыз ба, бір Алла біледі деп едіңіз. Енді қараңызшы, бір атыңыз 12 жылқы ертіп алып келді, бір жылқыңыз бір үйір жылқы болды десе, жаңа әулие кісі тұрып, тоқтаңдар, бұл аттар маған хайырлы ма, хайырсыз ба, бір Алла біледі. Бар болғаны менің атым барып, жаңағы бөтен жылқыларды ертіп алып келді десе, жаңағы халық тұрып ашуланып, мынау не деген адам деп. Сонда ертесінен жаңағы әулие кісінің баласы тұрып, жаңағы аттардың ішінде, бөтен аттардың ішінде, жаңағы жабай аттардың ішінде бір мықтысы бар екен, соны бас білдірем деп мінген кезде, бұл баланың аяғын теуіп бір ат сындырып тастайды. Аяғын бір тебеді де баланың аяғын сындырып тастайды. Сонда халық жиылып келіп айтады, қараңызшы, кешегі сіздің айтқан сөзіңіз дұрыс болды. Бұл аттар маған хайырлы ма, хайырсыз ба деп едік. Қараңызшы, сөйтіп айтып едіңіз. Бәлкім аяғың хайырсыз болыпты, балаңыздың аяғын сындырып тастапты дейді. Сонда жаңағы әулие кісі тұрып айтқан екен, тоқтаңдар, бұл баламның бар болғаны баламның аяғы сынды, бұл баламның аяғының сынуы мен үшін хайырлы ма, хайырсыз ба, оны бір Алла біледі, сендер асығыс шешім қабылдамаңдар деген екен. Сонда жаңағы халық тұрып наразы болып тағы да кетіп қалады. Сөйтсе, ертесінен дәл сол өлкеге жау шабады. Жау шабады да сонда патша бұйрық береді, әрбір түтіннен, әрбір отбасыдан бір жас жігіттен жауға шықсын деп. Сонда халық жиылып келіп жаңа әулие кісіге айтады, қараңызшы дейді, бізге кеше сізге келіп айтып едік, балаңыздың аяғының сынуы хайырсыз болды деп едік, Құдай тағала хайырлы қылған екен, біздің баламыз ғой соғысқа кетеді, ол аман келе ма, келмей ма, бір Алла біледі. Ал енді сіздің балаңыз аяғы сынса да үйде жатыр көз алдыңызда дегенде, жаңағы әулие кісі айтқан екен, тоқтаңдар, бар болғаны жаңағы баламның аяғының сынуы болатын болса, бар болғаны жаудың шабуы болатын болса, бұның астында маған хайырлы ма, хайырсыз ба, бір Алла біледі, сендер ашығыс шешім қабылдамаңдар деген екен. Қараңыз, бұл қисса
осылай бітпейді екен. Неге десеңіз, өйткені Алла тағаланың хикметі, даналығы шексіз. Сондықтан да, құрметті мұсылман бауырлар, дүниеде қиыншылық көріп жүрген, бір жамандық көріп жүрген адам білсін, оның астына Құдай тағала жақсылықты жасырып қоюы мүмкін. Алла тағала баршамыздың тағдырымызды иншалла жақсылыққа толы қылсын.